Ассаламу алейкум, урметлі серджілер. Бу UA TV студияда. Украина хаберлері бүгін сентябрінің 22-сі жұма ертесі күні. Ишғал алтындаки Қырымда Қырым татарларының еванды бу афта невбеттеки тынтув кечті. Русия оқу қорuyucuları тынтувны Ақмежетнің Борчоқрақ қасабасында Айдерве Арсен Бекировларының еванда кечірді. Бұны Қырым бірдемлігі бірлешмесі хабер еті. Тынтув вақтында евде болынған әсле қадан ярамады. Она әжеле ярдымны чағырттылар. Тынтув кечірілгенде Бекировларының евлері янында Борчоқ ерлі сәкин топлашты. Русия құветчілері откерген тынтувден сон кимсені тұтып алмады. Люди со слов Комшыларның айтқанына көре яқшы ишкір орнек олacak инсанлар. Тақиқат тедбірлері битті. Оларны ичкі ишлерін әзерлігін хадимлері кечірді. Бір түрлі изаатлар берілмеді. Мені кірсетмеділер. Ев сайыбыне тинтуф не себептен евінде кечірілгеніні аңлатмадылар. Қырым татарларға қаршы басқылар. Ишғал алтындаки Қырымда махкеме эким Смаил Тимендаровна дерсін экстремистик малюматның тарқатқаны себебінден қабатлы деп таныды. Она 2000 рубле қарарнен $30 мехдарында жереме төлемесіне дейім үкім чықарылды. Тимендаров Қырымда белі экимдір. ФСБ хадимлері чалышқан хастаханеде тынтув кечеререк ибадет одасында дерсін экстремистик олған китапларына тапты. Ну, что я хочу сказать, что... Не айтайым, қанун ойледір. Бұрыны истеген шейге махкім ете білелер. Сымарыш олса, кімні истеселер махкім етерлер. Эвел мені еркез біле, маңа бір шей олмаз деп түшінейдім. Акимлер ве прокурорларны тәдәви етем. Сымарыш бар, сымарыш япылды. Украинаның Авропа бірлігі ве НАТОға интылуыны ана ясада қайды тілмесінде бір адам. Украина юқары радасы Авропа бірлігі ве Авропа Атлантик бағлашымға таба Украинаның стратегик юнелешіндекі әсас қанундадың шувнен бағлы президентінің қанунли хасана қол тұтты. Енді нетіже чықармақ үшін весіқа Украинаны яса махкемесіне берілежек. 321 депутат буде нашмеге қол тұтты. Переважна більшість українського суспільства. Украин жемиетінің чоқлығы Украина Авропа бірлігі ве НАТО засылғанына қолдыта. Чүнки бұл демократик құқы девлетінің құрылышында ве оның тәлікесізлігіні тәмені төлівінде эсас кефалет олғанына аңлайлар. За данными недавнего социологического опитывания фонду... Якында демократик тышыбысы фонду ве разумко мерkezin кечерген иштимаят соравнын малюматына көре, украинлерінің 70% Украинаның НАТОға қошылмақ интулығына қол тұтты. Бұл да 2011 сенесте көрінген сабат майлының таздықыдыр. Ми з вами заборгували Україні. Біз сізнен Украинаның Авропа бірлігі ве НАТОға интылығыны ана ясыда қайда тілмесіне адым еттік. Бұл ішкі есатларымыздың еліні көстіре. Бұл елға тұрдық ве асла кере адым етмейджекміз. Украинаның Авропа бірлігі ве НАТОға қошылмақ интылығыны ана ясада қайды етмек еметі қында Украина президенті да айта еді. Петро Порошенко парламентке Украина ішкі ве тыш вазиеті қында елік мұраджатында қайды етті Украина өз еліна тұрды ве Москваның тесірі алтына қайтмайжақ. Бағлашым ве Авропа бірлігі еле бұтынлешівге интылық есе бұйын елешті денішілмес бір стратегиядар. Ми нарешті вибралися з лабіринтів багатовекторності. Ақыр соңы бар олған табиліктен құртылдық ве 2014 сенесінден башлап оз елімізнен кетеміз. Ве бұл әлбетте Авропа бірлігі ве НАТОға қошылмақ ұнтылуымыз. Яңылыз бұтынлешув Украинада тынчылық, тәлікесізлік ве мұстақилін кефелеті. Украина халқы үшін есе яшайыш севиесінің көтерілігі. Гарантує всім нам. Киев, Москваны, Украина ве Русия арасындаки достлық ишбірлік ве ортақлық ақында бұйық мұқавеленің вақты ұзатылмай жағына. Хабердар етті Украина тыш ішлер назері Русия тарафына нотаны йоллады. Бұны тышқы сесет идересінің ребері Павло Климкин хабер етті. Оның сөзлеріне көре бұл мұқавелені темеленден Русия тарафы бозды. Айны бұл себептен мұқавеленің ұзатылмасы имкансыз.
Украина ве Русия арасында достлук ишбирлик ве ортаклык акында мукавелеси 1997 сенесі майыс айында имзаланган еді. 2008 сенесінің сонунда весикада 10 елға uzatılgan edi. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko sentyabrning 17-sinde Milliy xavfsizlik ve Mudofaa Shurasining qarorini ishga tushirib, Ukraina ve Rusiya arasındagi do'stlik ishbirligi ve o'rtaqlik anlaşmasının ishini to'xtatdi. Buni prezident Facebook sayfasida xabar etdi. Prezidentning so'zlaridan Moskvaning qabatindan sebep muqavele butunlay o'z ma'nosini g'ayib etdi. Birleşken Devletler Rusiyaga qarshi sanksiyalar jadvalini kengaytirdi. Sebeplер Amerika saylovlarına kirişuv, Ukraina sharqında harbiy tajovuz ve diğer mahv etici hareketler. Yanartuv ABD'nin Devlet Departamenti saytında yayınlandı. Jadvalga Mudofaa ve istihbaratnen alakalı olgan Rusiya Federatsiyasının da 27 vatandaşı ve 6 şirketi kirdi. Şu cümleden internet araştırmalar agentligi Mudofaa Logistika, Gagarin adına Komsomol, Avazova ve Vanger takımı. Yapısı olup jadvalda 72 hususi ve hukuki şahıs. Olarga Birleşken Devletlerge kirmege ve memleketke mallarını ihracı yasak etildi ve bunun ile Amerika banklarındaki hesapları bloklandı. Da sınırlav tedbirleri sanksiyon jadvaline kirgen şahıslarının işbirlik etken grajdanlarga ve şirketlerge karşı kirsetile. 12 adam helak oldu, 93'ü yaralandı. Sonki 3 ay içinde Donbastaki harbiy hareketler neticesinde bu kadar silahsız adam zarar gördü. Bunu insan hakları boyunca BMT Nezaret Missiyasının rehberi Fiona Fraser bildirdi. BMT'nin malumatına göre Ukrayna şimalinde çatışmanın birinci gününde bugünkü epası olup 144 bala ve tahminen 3000 büyükler helak oldu. Onların arasında 2014 senesi Donbasta urulup düşürülgen MN-17 uçağının kurbanları da. Tədqiqatımızға görə silahsız adamlarının ölümü sebeplerinden tapılған patlayıcı şeylerden muqaytsız kullanıvı. Grajdan şahıslarının 40% bol etip yaralana. Bu rakamlarda en facialı cenk balalarının hayatını alıp ketkeni. Анджей Дуда Дональд Трампқа Polonya'da ABD'nin daimi harbiy bazasını yerleştirmege teklif etti. Bu mevzunu prezidentler Beyaz Evde olup geçken kuruşu vaxtında müzakere etti. Duda böyle baza Rusya tecavüzünden bir müdafaa olacağını anlattı. Donald Trump Polonya prezidentinin razı oldu çünkü Rusya bu bölgede gerçekten de tecavüz tarzda hareket etken edi. Ve bunun hakkında düşünmege söz verdi. Kuruşov neticesinde Polonya ve ABD stratejik ortaklık ve müdafaa energetika ve yatırımlar sahasında işbirlik etmek hakkında anlaşmanı imzaladılar. Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym, żebyśmy udało nam... Президентнен конuşkanımda yüzümde tebessüm edi. Men Polonya'da daimi Amerika harbiy bazası peyda olğanı ister edim. Adını Fort Trump koyar edik. Men eminim bunu mümkün becermek. Menimce bunda hem Polonya hem de ABD'nin merhaba var. The president offered us. Ama Polonya prezidenti bizge böyle bazanın kuraluvuna $2 milyar ziyade teklif etti. Onun için bu meseleni ciddi tarzda müzakere etmeye hazırmız. Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Daha çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, sağlıklı kalınız, görüşkence.